Асан Бекешұлы Оспанов, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, техника ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ өңдеу және тағам өнеркәсібі ғылыми зерттеу институтының бас ғылыми қызметкері, 250-ден астам ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде 8 монография, 24 өнертапқыш патенттері мен авторлық куәлігінің иесі және 11 ғылым докторлары мен кандидаттарын даярлады. Атқарған ғылыми еңбектері мемлекет тарапынан көптеген марапатқа ие болды. Оның ішінде Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл медалі мен ауыл шаруашылығы үздігі төс белгісі мен ұлттық ғылым академиясының Қаныш Сәтбаев 125 жыл медалімен марапатталды. Абылай Ырысбайұлы Сансызбай, ветеринария ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, 500-ден астам ғылыми еңбектердің авторы, 186 патенті өндіріске енгізілді. Парасат, Қазақстан даңқы орденінің иегері, Жамбыл облыстық мәслихатының 6-шы шақырылымының депутаты, Мойынқұм, Қордай аудандарының құрметті азаматы, ветеринария ғылымдарының үлкен білгірі атанған академик Абылай Сансызбайдың есімі тәуелсіз мемлекеттер достығы елдеріне кеңінен мәлім. Көпсекбай Төлебаев, Алматы Гипрогор 1 институтының директоры, техника ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы ұлттық инженерлік академиясының, халықаралық инженерлік академиясының, халықаралық сәулет академиясының академигі, Қазақстан Республикасы сәулетшілер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы құрметті құрылысшысы және құрметті инженері, құрмет орденімен еңбек ардагері және Жамбыл облысының облысқа сіңірген еңбек үшін медальдармен марапатталды. Мойынқұм ауданының құрметті азаматы, СССР өнер тапқышы төс белгісімен және Қазақстан құрылысшылар ассоциациясының даңқты құрылысшы құрмет белгісінің иесі, Қазақ бас сәулет құрылыс академиясының құрметті профессоры. Көпсекбай Төлебаев ғылымдағы үздік табысы үшін Халықаралық Сократ комитетінің ғылымдағы есімі сыйлығының иегері және үлкен алтын төс белгісімен әлемдік ғылымға қосқан үлесі үшін медалімен марапатталды. Берлинбетов Мұқан Әтенұлы, Жамбыл облысы Жуалы ауданының құрметті азаматы, психология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі, Қазақ психологиялық қоғамы республикалық қоғамдық бірлестігінің президенті, Қазақстан Республикасының білім берушісінің құрметті қызметкері, жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы мемлекеттік грантының иегері, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің әлеуметтік мәдени даму комитетінің жұмыс тобының мүшесі. Жұмабай Байтанов, Ресей және Қазақстанның техника ғылымдарының докторы, профессор, ұлттық инженерлер академиясының академигі, 1000-нан астам ғылыми техникалық және танымал еңбектердің, оның үшін 4 монография, 6 оқулықтың, 12 оқу құралының, 130 өнер табыстың авторы, Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген өнер тапқыш, СССР өнер тапқышы, жоғарғы ғылым білім министрлігінің жоғарғы оқу орнының таңдаулы оқытушысы грантын жеңіп алды. Шапағат 2025 республикалық конкурсының белсенді өнер тапқышы жүлдесінің иегері атанды. Алматы қаласының және Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданының құрметті азаматы, Қазақстан ғылымын өркендетуге қосқан үлесі үшін құрмет орденімен марапатталды. Ахмет Байтұрсынов атындағы алтын медалінің иегері, сондай-ақ өңіріне ұлттық инженерлік академиясының алтын медалін тақты. Бекжігіт Жансейітов, Қазақстан ішкі істер министрлігінің ардагері, айтулы саланың үздік қызметкері, отставкадағы полиция подполковнигі, өнер және әдебиет жанашыры.
Айбек Жансейітов, танымал қазақ эстрада әншісі. Ол қалың жұртшылыққа бүркіт лақабымен белгілі. 2017 жылы елбасының жарлығымен Айбекке Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағы берілді. Талантты әнші Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері. Әлішер Абдуллин, мемлекеттік кірістер органдары қызметінің үздігі, еңбек ардагері, Тараз қаласының құрметті ардагері, Балауса домбырашылар оркестрінің көркемдік жетекшісі. Жаңабай Миллионов, Қазақстан журналистикасының қайраткері, Қазақстанның құрметті журналисі, 28 жасында облыстық еңбек ту газетінің өнеркәсіп және транспорт құрылыс бөлімінің меңгерушісі болып тағайындалып, редколлегия мүшесі болды. 13 жыл Сарысу аудандық газетінің редакторы болып, нағыз журналистке тән шеберлік таныта білді. Бүгінде Жамбыл облысы ардагерлерінің Ғұмыр Дария газетінің бас редакторы, Жамбыл облыстық журналистер одағының төрағасы, қазақ журналистикасына сіңірген еңбегі бағаланып, ерен еңбегі үшін медалі мен құрмет орденімен марапатталды. Бақытжан Советұлы Әлімқұлов, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, сатирик, балалар ақыны, 6 кітаптың авторы, Жонас Маханұлы атындағы республикалық қысқақшылар конкурсының бас жүлдегері, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінің түлегі. Еңбек жолын Жамбыл облысы, Жамбыл аудандық Шұғыла Радуга газетінде бастады. Әр жылдары республикалық санат баспасында редактор, Ара Шмел журналында филетонист, Жамбыл телеарнасында редактор, Қазақстан ұлттық телеарнасы және Қазақ радиосының Жамбыл облысы бойынша меншікті тілшісі қызметтерін атқарды. Бүгінде Жамбыл радиосының жетекшісі, ақпарат саласының үздігі, ақпарат министрлігінің және Жамбыл облысы әкімінің құрмет грамотасымен марапатталды. Ермахан Қойлыбаев, ауыл мәдениетінің қайраткері. Ұзақ жылдар бойы Жуалы ауданы Қарасаз ауылының мәдениет үйінде директор болып еңбек етті. Ермахан Қарасаз ауылдық округі әкімдігінің жанындағы қауымдастықтың төрағасы, ауылдағы фермерлер одағының жетекшісі, Қазақстан фермерлер одағының 2-ші құрылтайының делегаты, Аманат партиясының алғыс хатының иегері.